Бізде үйде 2 бөлме суық, біздің бәріміз бір бөлмеде тұрамыз, бір бөлмеде ұйықтаймыз. Мен 6 балам бар. Ешкім жоқ, бәрі қашып кетті. Қалаға жылы жерге көшіп кетті. Условиясы жоқ қой бұның деген. Суды даладан ана қатып қалыпты, кеше біреулер су алған, жауып дұрыс шаппай кетті. Қыстыңын су қатып қалады, су тазу проблема, от жағу проблема. Бәрі жан-жақ адам жоқ, су құйып отырсын бір неде, бір квартирада. Мұзда мұны жан-жағы бәрі мұздай ұрады, бетон, не деген бетон мұздай ұрады. Қанша от жақтында далаға кетеді отын бәрі. Мына отын бәрі зіра кетіп жатыр далаға. Үй жылмайды. Көрдіңіз ғой, аға су уақыт тұрған жерде. Міндетті түрде үлкен назар болу керек көп балалы аналарға. Біз Қазақстанның халқын қалай көтереміз? Демография бойынша жақсы бағдарлама болмаса, бұл халыққа мемлекет тарапынан жағдай жасайтын заңдар қабылдайтын боламыз.